жалпы орта білім беретін номер 6 мектебінің 9-шы сынып оқушысы Аманғазы Жаннұр. Жетекші Мұратбек Қызылқызғалда. Менің кәсібім, менің бизнесім атты бизнес жоспарының жобасын қорғау байқауы. Тақырыбы ұлттық құндылықтарды дәріптеу мақсатында термопринт жабыстыру арқылы табыс көзін. Жобамның қысқаша сипаттамасы. Бұл бизнес жобада біз ұлттық киімдер мен аксессуарларға термопринт жабыстыру арқылы ұлттық мәдениетімізді насихаттауды мақсат етеміз. Яғни киімдерге әртүрлі осы арнайы ою-өрнектерімізді, тарихи тұлғаларымызды басып шығаруға болады. Жобамның мақсаттары: ұлттық құндылықтарды дәріптеу, жастар арасында ұлттық рухты нығайту, отандық өндірісті дамыту және экономикалық пайда табу. Жобамның міндеттері: ұлттық мотивтер мен өнімдер жасау, клиенттерге жоғары сапалы өнімдерді ұсыну, қолөнер және ұлттық рухты жаңғырту, экспорт нарыққа шығу, тұрақты өндіріс процесін ұйымдастыру. Жобамның сипаттамасы: бұл бизнес жобада ұлттық құндылықтарды заманауи және кәсіби әдістер арқылы насихаттау мақсатында термопринт технологиясы арқылы әртүрлі өнімдерді, киімдерді, аксессуарларды, тұрмыстық заттарды шығару және сатуды көздейді. Яғни термопринт технологиялары арқылы арнайы ұлттық ою-өрнектерімізді, қазақтың тарихын, мәдениетін сипаттайтын нақыл сөздерді заманауи стильде және жоғары сапада бұйымдарға басып шығаруға болады. Продукция түрлері: киімдер, мен үстіндегі жилеттерді, футболкаларға, толстовкаларға жабыстыруға болады. Және аксессуарлар: осындай рюкзактар, сөмкелерге шығаруға болады. Тұрмыстық заттар, түсқағаздар, көрпе және басқа да күнделікті қолданатын заттар. Маркетинг және жарнама: әлеуметтік желілер мен телересурстары арқылы жобаның өнімдері насихатталып, ұлттық құндылықтарды дәріптейтін видеолар немесе посттарды жариялау. Ұлттық мерекелер кезінде жеңілдіктерді немесе акциялар ұйымдастыру. Экологиялық жауапкершілік: жоба экологиялық таза материалдар мен бояуларды қолдана отырып, өндіріс кезінде қоршаған ортаға зиян келтірмеуді мақсат етеді. Сапалы және экологиялық өнімдер қазақстандық нарықта танымалдылыққа ие. Мына жерде көріп тұрсыздар, желіге салынған жарнамадан видеолар. Стратегиялық жоспарды іске асыру үшін бірнеше кезеңдерден өту қажет. Бірінші кезең өнімді әзірлеу және дизайн жасау, екіншісі қаржы және өсім жасау, үшіншісі маркетинг стратегиясы, яғни әлеуметтік желі жарнамалау. Осы қаржылық жоспар бизнес жобаның тұрақтылығы мен тиімділігін қамтамасыз етеді. Яғни бұл қаржылық жоспарда жобаның кірісін, шығысын қаржылық мақсаттарды қамтып отырады. Таза байлар есептеу үшін алдымен бізде жалпы табыс пен шығындарды анықтауымыз керек. Бізде жалпы табыс. Бізде өнім бағасы 3000 теңге, айына сатылатын данасы 500. Сонда бізде көбейтсек 1.500.000 теңге шығады. Оның жарты ақшасын, яғни 750.000 теңгені өндірістік шығындарға жұмсаймыз. Бізде сонда қолымызда таза майда 750.000 теңге қалады. Термопринт жабыстыру арқылы ұлттық құндылықтарды дәріптейтін бұл бизнес жоба мәдени мұраны жаңартпаққа жеткізуде үлкен қадам болып табылады. Заманауи технологиялар арқылы осы ұлттық өнерді дамыту жолында бұл жоба өте үлкен әлеуетке ие. Жобаның тұрақтылығы мен пайдасы көп болған жағдайда Қазақстан өнімін әлемдік нарыққа шығуына өзіндік ықпалын тигізеді. Назарларыңызға рахмет.